жалғастырайық дегенменде бір алласы бар, екі дүниесі бар, үш жүзі бар, төрт құбыласы бар, бес парызы, алты алашы, жеті атасы, сегіз серісі, тоғыз құмалағы, он шақты ұлы, он шақты қызы бар. Көшпелі елдің ұрпағы, көңіл-күйіңіз қалай? Ерекше құрметпен Гүлнараның ұстаздарына сөз кезегін берсек пе деп жатқан шайымыз бар. Адам өтер болсаң, Светлана, Динара, Ай болсын, Ұл болсын, Гүлайым, Гүлжанат, Гүлмира дейді. Гүлнараның ұстаздары. Қошымен тұрайық. Ұстаздық еткен жалықпас елу түден балаға дейді мынау Гүлнараның екінші анасы десек те артық етпес. Ұстаздарымызға бір қошемет айтайықшы, бар ма? Қайырлы кеш, тойшы қауым. Бүгінгі болып жатырған тойларымыз тойғаласын. Осы жақсылықты қолдауға келген баршаңызға Аллам бұл сауаптан жазсын. Құрметті Гүлнараның атасы мен әжесі, міне бүгін сіз өзіңіздің қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, өзіңіздің барыңызды беріп тәрбиелеген қызыңызды өзінің Алла сыйға берген қосағыменен бүгінгі жақсылығын жасап жатсыз. Жақсылығыңыз жағынан болсын, балаларыңыз бақытты болсын. Алладан не тілесеңіз, сол Алла тағалам сол дұға тілегіңізді қабыл етсін. Деніңіз сау болсын. Алла тағалам сізге осы балалардың жақсылығын көретіндей күш қуат берсін, денсаулық берсін. Әулеттеріңізбен, ағайын тумаларыңызбен аман болып, осы мынау әлпештеп өсіп отқан қызыңыздың қызығын көріңіздер. Біздер енді Гүлнараның ұстазымыз, жалпы берген отбасындағы тәрбиені әр кезде ұрпақтың бойынан көрінеді ғой. Біздер білім бере отырып Гүлнараның бойына ата мен әженің өнегелі де көрегенді, ізгілікті, иманды тәрбиесін көрдік. Осындай әрине қазір бәрін береді, бірақ қазір біле білсек бәрімізде бабадан атаға, атадан жаңағы балаға берілетін ең құнды қасиет осы ата мен әженің көрегенді, өнегелі тәрбиесі. Міне сіздер қызыңызға ең үлкен байлық осы тәрбиеңізді адаспайтын жолды көрсетіп, қай уақытта да өзінің бойынан қыз балаға тән қасиет табылатындай үлкен қасиетті бойына дарытып отырсыздар. Сол үшін де сізге Алла разы болсын. Аман болыңыздар. Енді құрметті ізбасар Гүлнара, бүгін міне сіздер үлкен өмірге қадам басқалы отырсыздар. Көп тілегі көл деген. Алла тағалам осы барша жандардың сіз үшін деген тілектерін қабыл етсін. Жолдарың ашық болсын, бақытты болыңыздар. Егеменді еліміздің саналы, салиқалы, ілімді, білімді ұрпағын тәрбиелейтін ең алдыңғы қатарлы отбасынан болыңыздар. Гүлнара қызымызды біз өте жақсы көреміз, өте ибалы, бойына қазақи, адами, әйел затына тән қасиетті жинаған, әр нәрсенің байырына бара білетін, екінің бірінде болмайтын, бола бермейтін бойында сезімталық, сұңғылалық қасиеті бар өте аяулы бала. Алдыменен бірінші Аллаға аманат, екінші ізбасар сізге аманат. Сіз тек қана жар ғана болмаңыз,
Оның қорғаны болыңыз. Ал Гүлнара қызым, жаным, сен өзіңнің осы өмірден тапқан серігіңнің әрқашанда қолдаушысы бол, ер азаматыңның бағы бол. Әрбір ата-анада, әрбір әулетте келінді сағынышпен күтеді. Мынау Ізбасар баламның әулетінде де сені сағынышпен күтіп отырған ел бар, әулет бар, ана бар. Сол ананың патикасын алатын, сол әулеттің сыйлы келіні бол. Және сол аналардың орнын басатын, болашақ сол әулеттің ұрпағын тәрбиелейтін анасы бол. Бойындағы адами құндылығың, ізгілікті қасиетің бойыңнан жоғалмасын. Жолың болсын, бақытты болыңыздар. Мен сіздерге өзімнің барлық аналық жүрегімнен шыққан, ұстаздық жүрегімнен шыққан тілегімді білдіремін. Тек қана сіздердің бақытты болғаныңызды ғана көріп, сіз жайлы қуанатындай қуанышты, жақсы хабарды ғана естиік. Бақытты болыңыздар. Тойларыңыз тойға ұлассын. Аман болыңыздар. Қауым, біз мына жерде қатарымыз сиреп қалғанмен, біздің артымызда Гүлнараға дәріс берген, қазір дегені жауып, күні кеше жауып қалғанымен де Батыс Қазақстан облысының білім мекемелерінің ішіндегі қазақ мектептерінің қара шаңырағы болған Махамбет Өтемісұлы атындағы мектептің ұжымы бар біздің артымызда деп есептейсіздер. Енді әркімде әртүрлі жағдай болар. Тым сирек, бұл жерде қатарымыз тым сирек болып жатқанымен, барлығын сендерге деген, әсіресе саған деген Гүлнара үлкен құттықтауын жеткізгіміз келеді, Әсет апай екеуміз. Енді қуаныш той-тойға ұлассын. Жалпы ұстаз үшін оқушысының теңін тапқаны бір мәртебе болатын болса, өзінің алдына қанат қаққан шәкірттерінің зіңгіттей жігіт болып, немесе мына жерде керемет келіншекке айналған біздің қыздарымыз отыр. Сондай балаларын бауырына басып келген қыздарымызды көрген кезде біз әрі толқимыз, әрі өзіміздің мына үлкендік ауылда қадам басып бара жатқанымызды сезініп, әртүрлі көңіл күйге түседі екенсің. Атам қазақта өбастан айтады ғой, қазақты жалпы қыз беру қиын деп. Мен бүгін бір ғана нәрсеге көзім жетті, оқушыны қиып беру де оңай шаруа емес екен. Әрине жақсылық, әрине той дегенмен де ойлап отырмын, ана тұрған мөлдірмен Гүлжанарға дейінгі аралықта әсіресе қыз берсек, біздің қай жүрегіміз қалады екен деп. Сондай бір тебіреніспен, қимастықпен тұрмыз осы жерде, толқып тұрмыз. Осының барлығы да тек қана жақсылық болсын. Гүлнара біз үшін, Гүлнарадай зерек шәкірт тәрбиелегендеріңіз үшін рахмет. Енді Гүлнара интернатта өсті, жай ғана мектепте өскен жоқ. Сондықтан да сол интернаттың ордасында көпшілдігі, достың қадірін білетін талғампаздығы, дос таңдаудағы зеректігі, осының барлығы оның өміріне үлкен сабақ болады ғой деп ойлаймыз. Біз саған сенеміз, бізге қандай сүйкімді болсаң, қадірлі болсаң, сен өзіңнің жұртыңа да, өзіңнің жарыңа да соншалықты жақын болатындығына сенім артамыз. Үйіңнен ұзап барасың енді жаңа үйге. Өз үйің болар, өз ортаң болар әрине. Қарсы ала жатар, бақшасы түгел қуанып, алдыңнан шығып, үлкен де кіші, сәби де. Ұғарсың әлі кімнің кім, ненің некенін, сағына жүрер төркінің ата мекенің. Бақытты болып, сағынтып бізді. Аппақсың гүлім, ағымес сенен тып-таққар. Ақ көңіліңмен өмірдің жүгін мықтатқар. Сен өскен үйде жақсылықпенен қызыққап, барар жеріңе қуаныш боп бар, құт боп бар. Ұғарсың әлі кімнің кім, ненің некенін, сағына жүрер төркінің ата мекенің. Бақытты болып сағынтып бізге екеуің. Бақытты болыңдар. Соны жағын толып кетті. Бірінші рет оқушы қызды көрдім. Қандай түсінесіздер. Қуаныш болсын. Бәркелді, ұстаздарыңызға деген бір қошемет арайынша. Ең мыңдар бар ма? Ұрпақты тәрбиелеп жатқандарыңызға мың алғыс дейміз сіздерге. Әрине, ұстаздың орнына төрде дейді, ендеше төрге жарғырсыға рұқсат. Рахмет. Егері абайымызды ортаға шақырайық, келіңіз жіберген қарай. Ортаға. Шәк бабалардың атынан жайымыз бар. Келіңіз абай.
жерде ізбесардың құда боламын атынан деп жатқан жайымыз бар. Қабыл алыңыз. Қош отырайық. Шәкірттен маған ақша бермей жарап қалса онда жаңа болмағаны ғой. Мына семейный бюджет деген болады, балдарың білесіздер ғой. Сол семейный бюджеттің алғашқы фундаменті болсын, өздеріңізге қайтарып беремін, мен алған боламын. Алла разы болсын. Жастарға ма? Қош отырайық. Арада етіп кереметтей сендерге бөлек арнап келіп жатырған ұстаздарың сендерге 3000 теңге беріп алмайды деген ойдамын мен. Қош отырайық. Әрине аман болсын дейміз. Ұстаздарымыз тек қана жақсы өнегелі ұрпақ тәрбиелеп, жақсы қазағымыздың даңқын шығаратындай ұстаздарымыз көбейе берсін дейміз. Әрине қошемет ұрпайық ұстаздарымызға, ұстаздарымызға. Рахмет. Ал ендеше құрметті ағайындар, осы әкеміз бен анамыздың бір топ құдай қосқан көршілері бар екен. Ендеше сол кісілерге сөз кезегін берейін. Өмірзақ ағамыз бен Нәзір апамыз Ербол, Бота, Шынар, Вася, Лаура және де Сансызбай, Райхан Гүлнәрдің бөлелері дейді, және де балдыздары бар екен. Бентей Жаңылсын, Гүлбаршын, Мырзабек, Ақжанар дейді. Бар ма? Ендеше беріп шығайық. Құдай қосқан көрсек деп жатырмыз. Әрине қош келдіңіздер. Әкеміз бен анамыздың қуанышында, қайғысында ең бірінші бөлісетін ол ең бірінші көршілер деп жатқан жайымыз бар. Қош келдіңіздер. Қайырлы кеш енді тойшы қауым. Қабіреді жерде Нұржамал апа, қайырлы жақсылықтарыңыз болсын, алдарыңыз бақытты болсын. Ізбасар Гүлнәр қайырлы шаңырақтарың болсын енді. Бұсақтарың беріп, шаңырақтарың биік болсын, дендеріңіз сау болсын. Баршаңызға өмірде жақсылық тілеймін, тойша сусынмен, ақша бешау жолын қабылдарыңыздар. Жаманында тойға келген дастархандарың құтты болсын, және мерекелі берекелі болсын. Құдаларың мың жылдық болсын. Дастархандарың әрдайымда осындай қуанышқа жайылсын. Мына екі қызымыз бен баламыз бақытты болсын. Дендері сау болсын. Бірінші байлық денсаулық дейді. Өмірдің қызығын көріңдер. Еңбектерің табысты болсын. Баршаңызда дендерің сау болсын. Той-тойға болсын. Қайырлы кеш, құрметті қауым. Көршіміздің тойын, жақсылығын бөлісіп келіп жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Мен көрші ағам мен көрші апамның көршісімін, осы ауылда жақын жерде тұратын. Сіздерге енді қуаныштарыңыз жағынан болсын, көрші аға, көрші апа, дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар. Көктен тілегендеріңізді Құдай жерден берсін, жақсылықтарыңыз жағынан болсын. Асхат көрші барым жерде. Жастармен, қыздарыңызбен, күйеударыңызбен танысып тамырласып жатырмыз. Жақсылықтарыңыз жағынан болсын. Екі жас қайтарым жастар бақытты болсын, құрып жатқан шаңырақтарыңыз биік болсын, кіші берекелі болсын, жақсылыққа толы болсын. Жігіттің жақсысы нағашыдан дейді. Ізбасар енді атасының тәрбиесін көрген ол деп жаңа құдалар айтып жатыр. Құдалар қадамдарыңыз күліп өтсін, мың жылдық құда болыңыздар. Ізбасар айналайыным. Енді көп қыздың ішінен мен көрші қарындасымды қалап, ұнатып, сүйіп, жар етіп алып атсын. Уәде Құдай сөзі деген бір қыз алдында берген уәдеңе тұр. Жақсы жар ет, жарыңа сыйлы болсаң, азаматтығың кемімейді. Артпаса, азаматтығың арта берсін. Жолдастарымды көріп отырмын. Тілең сайтасындай сен ата мен тұрайын азамат жігіттер. Елдің азаматы бол. Жақсылықтар жүріңдер, қарындасым, барған жеріңе баянды бол, бақытты бол, жарыңды сыйла, үлкендерді сыйла, берген тәрбие, көрші ағам мен көрші апамнан алған үлкен жаңа ұстаздарың айтып жатыр, солардан алған тәрбие,
өнеге үлкендердің жақсы тілегі ол мына өз ортаңда емес, жат жерге барғанда кімнің кім екені сол жерде көрінеді. Қандай тәрбие алған бала екенің, қандай отбасынан шыққан бала екенің. Мен саған сенем, көрші аға мен көрші апамның байрағын желбіретіп, текті отбасынан шыққан бала екен деп айтқызатыныңа аман бол, саналы ұрпақ сүйіңіздер. Көктен тілеп жерден орыңыздар, Құдай тілеулеріңізді берсін, берекелеріңіз арта берсін. Құдаларға аманаттар тапсырып жатыр. Құдалар енді аманатқа қиянат жоқ. Аманаттарыңызға жақсылықпен қарап, жамандығын жасырып, жақсылығын асырып, ел алдында абыройын асқақтатып отырыңыздар. Жастардың білген білмесі болса, кем-кемшілігі болса, орнын толтырып, сіздерге көрші аман болыңыздар. Бұл қыздарыңыздың қызығын көріңіз. Көрші ақысы, тәңір ақысы деген бір. Осылай мың жылдық көрші болайық. Ұялардың алдында алдымен көршіңе қара деген ғой. Біздер енді мына жерге жаңадан үй салғаннан кейін көрші болдық, үй арасында үй жоқ. Жақсылығымыз арта берсін. Дастарханыңыз жақсылыққа жайылсын, отбасыңыз аман болсын. Ұл қыздарыңыз, күйеу балдарыңыз, жиен немерелеріңіздің ортасында мәуелеп, тамырларыңыз тереңдеп бәйтерек болып отыра беріңіздер. Біз сіздерді әрқашан құрмет тұтамыз, сыйлаймыз, өзімізге үлгі тұтамыз. Мен енді өзім туып өскен жерім Тайпақ, Жұбан ауылы, есімім Ербол, руым Беріш, Беріштің Қаратоқай ақылы болам. Жолдасым белгілі бір себеппен келе алмай қалды. Ол кісі Орданың тумасы Жақау Шеркеш белгілі жұмыс бабыменен Орал қаласына кеткен болатын. Осы сіздердің орталарыңызға түсіп, сіздермен дастархандас болып отырғаныма өте қуаныштымын. Әр қайсыңыздың шағанақтарыңызда осы көршімнің жақсылығындай жақсылық болсын. Тойларыңыз тойға ұлассын, дастархандарыңыз жақсылыққа жайылсын. Құдай берекесімен берсін. Аман болайық, сау болайық, тек жақсылықта кездесейік. Тағы да тойларыңыз тойға ұлассын, мерекелеріңіз арта берсін. Құрметті аға, Нағаш апа, жақсылықтарыңыз құтты болсын. Енді бүгін міне бір балаңыз екеу болып отыр. Бақытты болсын балалар. 2 жас сіздерге енді бақыт тілеймін. Өз балаларыма не тілесем, екеуіңізге сол бақыт тілеймін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, бақытты семья болыңыздар. Рахмет. Сыйлығын ақшалаймын. Қайырлы кеш, тойшы қауым. Енді баршаңызда бүгін Қанақхан мен Нұржамалдың жиналысына бір куәсіздер. Ал енді бүгін Қанаққа деп айтуға, Жезде деп айтуға тура келіп тұр. Жасым бұл осы 47-ге келмеді, бірақ осы 47-ге келгенше Қанақаңды ақа деп келмедім, Қанаққа деп. Бірақ енді бүгін өзі Жезде деп айтуға тура келгізді, себебі балсыз деп берді бізге. Енді сондықтан Қангерей Жезден Нұржамал Итаген Нағаш апам, оны енді бәріңіз де білесіздер. Ал қайыр жақсылықтарыңыз болсын. Жақсылықтарыңыз жағынан болсын деймін енді. Балаларыңыз бақытты болсын. Осылай үлкен, мәуелі бәйтерек болып, жаңағы өрлі шүңірлі болып, аман-есен отыра беріңіздер. Балаларыңыздың қызығын көріп. Ал енді келіп жатқан құдалар, қайырлы қадамдарыңыз болсын. Мына орталарға, екі елдің ортасын саған алтын көпірлеріңіз мәңгілік болсын деймін. Осы бар бейнеттеріңізде құда болып, түрде өтірі болсын деймін. Барша тойшы қауым бәріңізге де осындай жақсылық тілеймін. Тек тойда кездесейік деймін. Енді 2 жас бақытты болыңыздар сіздер. Енді ең бастысы өздеріңіз жақсы болсаңыздар болды. Қалғаны да сіздерге байланысты. Бастысы денсаулық болсын. Дендеріңіз сау, бақытты өмір кешіңдер деймін. Басқаны айтамын, мен өзім енді негізі есім Мырзабек, 75 жылғымын. Мына Нұржамал апамның туған жиені боламын. Қанақаңның інісі болатын, бүгіннен бастап балжуан деп айттым ғой. Бүгін бағуыңыздан басқа мына кісі қасым тұрған жолдасым Ақжанар деген. Құтты болсын тойларыңыздан шығар. Қанақа, тойларыңыз тойға болсын. Шашуым ақшалай. Қайырлы кеш, тойшы қауым, бүгінгі той керемет өтіп жатыр. Барлығымызға да құтты болсын. Осы жерде бөтен кісі жоқ. Барлығы осы шаңырақтың ағайын достары, бауырлары. Сондықтан той құтты болсын. Енді қазақта айтады ғой, күйеу 20 жылдан кейін жиенге айналады деп. Жаңағы Мырзабектің сөзіне айтып жатқан, мен келін болып түскенде
өзінен сұраған бұл кісінің негізі рулас Бабаназар Масқаров, бірақ туған нағашы апасын алып отыр екен. Танысқаннан кейін мен бірден сұрадым өзінен, сізді қайнаға деп айтайын ба, жезде деп айтайын ба, қайсысын айт дейсің, соны айтамын деп. Сол кезде өзі айтқан, қайнаға деген ауырлауға басқа қайнағаларың бар ғой, жезде деп айта бер деген. Енді 40 жылдан кейін біздерді көрші деп бүгін көршілерге қосып тост беріп жатыр. Көрші болып кеттік пе, айналғанда білмеймін, жат өкеткеніміз білмей қалдық. Ойнап айтамыз, жезде қайнаға дейміз ғой, әуелде мен солай атап жүрміз. Нұржан апа, бүгінгі жақсылықтарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Сіздердің алға қойған мақсаттарыңыздың бірі орындалып, балаларыңыздың барлығын аяқтандырып, мынау сіздерге гүлжөктен аманат болып қалған 2 гүлдеріңізді ұзатып, үлкен бір міндеттен құтылып жатсыздар. Бұл да сіздердің бұл өмірдегі өздеріңіздің міндеттеріңіз, борыштарыңыз деп айтсақ болады. Сіздер бақыттысыздар, осындай қуанышты көріп жатсыздар. Дендеріңіз сау болсын, осылардың қызығынан тоймай, аман-есен отыра беріңіздер. Немерелеріңіздің тойына жалғасын бұл той. Барлық жақсылық тілейміз сіздерге. Енді екіншіде келген құдалар қадамдарыңызға гүл бітсін, дендеріңіз сау болсын. Сіздердің салған жолдарыңыз бен осы балаларыңыз бақытты болсын деген тілек айтқымыз келеді. Енді бүгінгі кештің иегерлері Ізбасар Гүлнара, сіздерді неке қиып, осындай үлкен өмірге қадам басқан күндеріңізбен құттықтаймыз. Гүлнара көз алдымызда өсті, кішкентай болып, қалай бой жеткенін, қалай оқығанын, қалай жүргенін барлығын білеміз. Жаңа барлық шеттегі тост айтқан адамдардың көп айтып жатыр, қандай ибалы екенін, қандай өнегелі екенін, білімді екенін. Оның барлығында Ізбасар, сен адаспаған екенсің деп ойлаймын. Сендерге барлық жақсылық тілеймін, бақыттарың баянды болсын. Енді мынадай бір әңгіме есіме түсіп тұр, Гүлнара жеңгем ретінде саған айта кетейін, бір құлағыңда қалар. Ертеде бір отбасы болған екен. Ол отбасы басқа адамдарды таң қалдырудан шаршамайды екен. Себебі ол отбасында ешқашан ұрыс, керіс, айқай шықпаған екен. Оған барлық айналасындағы көрші көлемдерде, ағайын туыстарда барлығы таң қалған екен. Сөйтіп өмір өтіп, екеуі қартайған шағында жаңағы кемпірі ауырып төсек тартып жатады. Сол кезде кемпір шалын шақырып, екеуміздің мен сенен осы уақытқа дейін еш нәрсені жасырған емеспін, бірақ менің өлер шағым таяды, мен саған бүгін бір құпияны ашпақпын деп құтыны шалына береді. Сол кезде бұл не болған құты деп шалы сұраса, жаңағы кемпір айтады, мен саған тұрмысқа шығар кезімде әжем маған осы құтыны сыйлап еді. Егер жолдасыңа ашуланған кезде ешқашан оған қабақ шытпа, онымен ұрыспа. Керісінше, ұршы қиыр, шұлық тоқы, сол шұлықты осы құтының ішіне жина деп еді. Сөйтіп шалы құтыны алып қараса, оның ішіне 2 шұлық тоқылған және көп ақша шығады. Қарты қарап, кемпіріне айтады, сонда сен өміріміздің бойында тек қана маған 2 рет ашуландың ба? Мынаның ішінде тек қана 2 шұлық тұр ғой дейді. Сонда кемпір айтады, жоқ, бұның ішіндегі ақшаның барлығы сол шұлықтардың сатып салып қойған ақшасы еді дейді. Саған айта кететінім, осы кемпірдей ақылды бол, ешқашан ренжіме, ашуланба, әрбір шаңырақтың берекесі де ұйтқысы да әйел адам. Азаматыңды сыйлай біл, ең бірінші азаматыңды сыйласаң, басқаның барлығы қазір жеткілікті деп ойлаймыз. Барған жеріңде бақытты бол, көрген тәрбиеңді, алған біліміңді барған жеріңде көрсете біл. Керемет келін атан біздің елімізге жаңағы тек қана жақсылықтарды естіп қуанып отырайық деп айтқым келеді. Той болсын, барлығыңызға да рахмет, тыңдағандарыңызға, рөмкілеріңізді ішіп қойыңыздар. Бәрекелді. Не болды? Ақша не болды ана ішіндегі ақша? Бар, табылды ма? Бәрекелді. Әрине, Құдай қосқан көрсер деп жатырмыз, әрине. 4 аяқты ботатады, 2 аяқты бөлетады дейді. Әрине айтқан тілектеріңіз, белесше құлағын шалсын, қуаныш құтты болсын дейміз. Есіңіз өтпей солай. Бәрекелді. Және де бөлелерге мың алғыс дейміз. Дегенмен де ардақты ағайын, жаңа ғана той басталғанда Гүлнараның көзінен бір мұңды байқадым ағайын.
Гүлнара, сен бүгін ұшасың, кетесің, әкеңнен әкеңе жетесің. Сен неге мұңаясың, папаң мен мамаңның актив билаймымен білесің. Сығандап тұрасың ғой. Ал енді қазақта жаман сөз бар, аты құрғыр, қайтып келген қыз жаман деген. Саған айтарым, барған жерде бақытты боламын демейміз, барған жерде бақытты қыламын деп бар. Баяғыда Бауыржан Мұңшыл атамыздан сұраған екен, құрметті ағайындар. Шағындағы жолдасы, Бәуке, осы әлемдегі ең батыр адам кім деп. Сонда Бәуке ойланбастан, әлемдегі ең батыр адам ол келін деген екен ағайын. Бауыржан Мұңшылымыз атамыз айтатын көреді. Неге дегенде, біз қанша жауға шапсақ та, қай жерге барсақ та, біздің сүйегіміз өз елімізге қайтады. Ал келіндер болса, қыз жұрттық деген, келіндер сол жақта мәңгілікке қалады дейді. Ендеше мынау қолыңа қондырып жатқан қысың бауырым құтты болсын. Аялай біл, бағалай біл, бақытты болыңдар дейміз. Егер бақытты болсын. Рахмет. Ал енді шаңдаққа енді тағдастық кезекке, бізге кезек берейік. Бүгінгі қуанышты жақсы көтермелеген, құда бала құдаша бастаған және де Гүлнараның бір топ құрдас достарына сөз кезегін берейік. Қош келдіңіздер дейік. Сіздерге де дәл осындай қуаныш бұйырсын дейміз, жұғысты болсын дейміз. Ал құда бала құдаша бастасын, қалғанымыз қостап жүрсек нұрысы нұры болады. Аз сөйлесеңіздер көп билейсіздер. Қайырлы құрметті қонақтар, ассалаумағалейкум. Осы орын сенің досың әрқашан көңілі ашық, қолындағы барын берілмәзір, сіздерге мақтап жатқан емес. Айтады ғой, дос жалатып айтады, дұшпан беріп айтады деп. Бірақ та досың өзіңе адал болса, жағына да сондай адал болады деп мен сеніммен айта аламын. Аға, апа, сіздердің де қыздарыңызды әлақанына қондырып, осындай керемет қыз тәрбиелегендеріңізге сіздерге үлкен рахмет айтамыз. Біріншіден, ал енді аға, апа, сіздер уайымдамаңыздар, қыздарыңызды жасар досым әлақанына салып, тәрбиелеп, мен оған сеніммен айта аламын. Досыма сеніммен сіздерге жауап бере аламын. Мұғалім болып жасаймыз, мұғалім Сібасар білім басқармасында білім бөлімінде жасаймыз. Құрметті қонақтар, бәрімізді осы қош көріп. Енді айтамыз, сауалдарымыз сіздерге денсаулық, жасыр, денсаулық болса бәрі болады ғой. Аман жүріңіздер, қартаймаңыздар. Жасар, әрқашан күлтіреміз кетпесін. Алын болыңыздар. Досым, құтты болсын. Құрметті тойшы қауым, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Гүлнара жаным, бүгінгі ұзатылуымен шын жүректен құттықтаймын. Келін барған жеріне тастай батып содайсың. Сенің тек қуанышты күндеріңді көріп жүре берейік. Барған жеріне бақыт
бақытты бол. Ізбасар сені ойлаймын, что Гүлнараны бақытты қылатына Алланың назарында, бақыттың базарында болыңыздар. Ата, әже, сіздерге көп рахмет, осындай Гүлнарадай қызды тәрбиелеп, аялап өсіргендеріңізге, және де сенімдімін, сіздердің сенімдерін ақтайтынына. Көп қыздардың бойында болмайтын қасиеттердің бірінде Гүлнараның бойында ол бар. Және де мен осындай қуаныштым, осындай менің құрбым бар екеніне. Және де мақтан етемін, осындай құрбым бар екеніне. Ибалы келін, инабатты, деймін тек бақытты. Және де барлықтарына тек осындай тойларда кездесе берейік. Бақытты болыңыздар. Әже, сіздерге қуаныштарыңызбен құттықтаймын. Сіздерге үлкен жауапкершілік екенін білемін. Когда сіздерге үйлеріңізге келген сайын құшақтарыңызды ашып, еркелетіп, бәріңізді жүресіздер. Гүлнара всегда сіздерді ойлап жүреді, всегда айтып жүреді. Зухра апаларды апатай деп, Жазира апаларды апашым деп, сөйтіп барлығын ойлап жүреді. Осындай үлкен әулеттеріңіздегі қуаныш құтты болсын. Барлықтарыңыз үшін үлкен керемет қуаныш екенін біліп көріп жүрміз. Сырға салудан бері қарай барлықтарыңыз шауып жүрсіздер. Бүгін осы тойға келгенімізге қуаныштымыз. Ұстаздарымызды көріп жатырмыз. Кәдімгідей қуанып жақсы болып жатырмыз. Гүлнара, аққунам, саған тек Ізбасар екенге бақыт тілеймін. Енді құрбы ретінде айтатын болсам, Гүлнара өзінің оқуын оқыды. Өзіндік жеке тұлғалық ойы пікірі қалыптасқан, өзіндік жеке ойы бар, пікірі бар, өзін тәрбиелеген, өсірген, үлкен әулеттің қадірін білетін, ұятта қалдырмайтын, өте жақсы сіздерге қыздарыңыздай болып кетеді, сіңісіп кетеді деп сенемін солай болатынына. Ізбасарды таныған уақыттан бері Ізбасардың қандай жақсы адам екеніне, жақсы әулеттің ұлы екеніне көзіміз жетіп жүр. Құдаларға да енді біз енді ақылшы емеспіз, біз тек тілекшіміз ғой, ондай жасқа жеткен жоқпыз, сен былай бол деп айтатын тілекшіміз. Сондай бір текті әулеттің қызын алып жатқандарыңызды айтқымыз келеді. Өзінің орнын білетін, сөздің орнын білетін, істің жөнін білетін жақсы келіндеріңіз болады деп сіздерге сеніп айта аламыз. Ізбасар күні тек бақытты болыңдар, сендердің қуаныштарында қызметте болайық. Сендер жақтан тек қана жақсы жаңалықтар ғана естейік. Барлықтарыңызға қуаныштарыңыз құтты болсын. Осындай әулеттеріңізде тек қана той болсын барлықтарыңызды. Қайырлы кеш, бүгінгі қуанышқа жиналған көрші қауым. Нұржамал апа, Ангел ақа, бүгінгі кенжебайларыңыз, ерке қыздарыңыз, осындай менің жан құрбымның бүгінгі қуанышы құтты болсын. Құдалар қадамдарыңызға гүл бітсін. Мен Гүлнараның ең кішкентай кезінен бастап бірге өскен құрбысымын. Енді құрбыма барлық жақсылық тілеймін. Туысқандығыңыз да бар. Ешқашан жолыңызда ажыратпасын, достығыңыз ажырамасын, тек осындай қуаныштарда, жақсылықтарда кездесе берейік. Мен жалпы кішкентай кезінен бастап бірге өссем де осы кезге дейін ауылда да, қалада да, саншколда да бірге оқыдық. Сондықтан осы жерде саншколға тастан бізді айт деп жатыр. Сондықтан мен саншколдың атын сөйлеп тұрмын деп айтайын. Барша саншкол класстастарымыз сені құттықтап жатыр. Бақытты бол, саған әлемнің бар жақсылығын тілейміз. Көп сөз сөйлемей ақ-қояйын. Бар жақсылық тілеймін. Ассалаумағалейкум, құрметті көрші қауым. Ал папа, мама, Асхат аға, ойларыңыз құтты болсын, қуаныштарыңыз ұзағынан болсын.
Ал құдалар адамдарымызға гүл бітсін. Орталарымызға зорға өзінің салып отырған көпірлеріміз мәңгілік болсын деп тілеймін. Ал енді мына жастар ізбаса Гүлнара бақытты болыңыздар деп тілеймін. Үлкен өмірге, жаңа өмірге қадам басып жатсыздар. Сол өмірде сүрінбей, тек жақсылықта, қуанышта кездесе берейік. Барлықтарыңызға қуаныш болсын. Рахмет. Дайыны, Гүлнара құрдастары достары, рахмет. Ал десек сөзге солай шыдамай әншігі бар. Сіз жақсылап тұрып болмай көріңіздер. Қуаныш, баршаңызда дәл өзінде қуаныш болсын деген ниеттеміз. Әрине мен кереметті ата-сақанды жайып осындай кереметті той жасаған әкемізді, анамызды, және де қыз күйеулерін ортаға шақырайын өтіріп болсам, Асылбек, Гүлайым, Есен, Зухра, Заманбек, Жазира, Оралбек, Айнұр дейді. Ендеше той иелерін қарсылайық. Тойшымыздар! Әкемізге аламыз, қыз күйеулер! Бүгінгі қуаныш құтты болсын дейміз. Ал енді құрметті тойшыларым, баршаңызда бүгін біздің ата-енеміздің жайылған дастарханына қош келіпсіздер. Бүгінгі жақсылық қыз бала өрістей, оны өрістіру міндеттей. Сондықтан бүгінгі жақсылығымызға қош келдіңіздер. Ойнаймыз ғой. Ал енді, құрметті қонақтар, баршаңызға қош келдіңіздер. Ана, керемет, жақсылық керемет той өтіп жатыр деп есептеп жатырмыз. Бәрімізді бүгінгі жақсылық бәріміз үшін қуаныш, бәріміз үшін міндет, біздің ойымыздағы бір парыз деп есептейміз. Бүгінгі қуаныш осы жастардың жақсылығы деп есептейміз. Бәрімізді қош келдіңіздер. Мына түсте келген құдалар, керемет құдалар болып, жаңа келген құдалар өздерінің қандай мақсатта келгендерін түсіндіре алмай кетті, бірақ құда болып келді, құда болып кетіңіздер. Ризам. Бірақ та не ағайын, не құрмет екендерін айтқан жоқсыздар. Кім ағайыны, қандай нағашысыздар ма, ержүрсіздер ма, оны айтқан жоқсыздар. Біз естіген жоқпыз. Көп рахмат мына семьям атынан, ағайындардың атынан. Енді құдалар сіздерге де рахмат мынау. Құтты болсын, енді жастар бақытты болсын деймін. Мынау енді той деген қазір уақытта шектеулі. Айып етмейсіздер, үйде жалғасады. Рахмат баршаңызға, келгендеріңізге. Бәріңіз қош келдіңіздер. Осы мен енді тойдың жалғасы бола бергенмін де енді үкімет орын жүктеуге болғандықтан Қытай ашықтау болып жатыр енді. Баршаларыңызға да көп рахмет. Балаларым ашықты болыңдар. Мына қамадағы балалар айналайын музыкаларға бәріңізге де рахмет. Көп. Мына осы менің тойхананың хозяйыніне көп алғыс айтқым келеді. Айналайын көп рахмат. Енді алғысқа білдіресің, музыканттар, осы тойға иелері, бәріңізге көп рахмат. Алдында болсын. Қуаныш жігіттерімізге болсын дейміз. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, қош келіпсіздер. Енді қош келіпсіздер алды. Тілейіндеріңізге көп рахмет. Енді айтатын сөзім көп еді.
бақыт болып отыр. Oyunun toyga жиналған барша қауым, ағайын туған достар, құдалар, барлықтарыңызға қош келесіздер. Келген жаңа құдалар, адамдарыңызға біліп өтсін. Құдаларыңыз мыңжылдық болсын. Ата, мама, қуаныштарыңыз жағынан болсын. Ендігіңіз сау, ортамызда тек аты шығу жүре беріңіздер. Ағайынды қожа, ықпалдыз, бақытты болыңыздар, заңды некелеріңізбен. Өмірде тек бақытты болыңдар, екі жаққа да сыйлы болыңдар, үлкендердің ақылында жүре беріңдер. Бәрекелді. Жақсы жезең ақыл айтар әкеңмен тең деген құрметті ағайындар болыңдар. Аның апа жезелеріне бір қошемет ұрайықшы. Бәрекелді. Қуаныштық болсын дейміз әрине. Апалары бар екен. Құрметті қонақтар, барлықтарыңызға біздің жазғы ақ дастарханға қош келіп жатсыздар. Бүгінгі күннің куәгерлері, ізбасар, некелеріңмен бақытты отбасы болыңдар, дегеніңіз сау болсын, жұмыстарыңа тек сәттілік тілеймін. Мен қуаныштымын. Ізбасарға тигем. Аты мен мамаң алысым шексіз, дендеріңіз сау болсын. Осы күнге жеткізгендеріңізге мыңда бір алғыс. Осы күнге жеткізген еңбектеріңіздің қазір жемісін көріп отырмыз. Біздерді оқыттыңыздар. Екеуміз де жақсы жерге бардық. Рахмет көп. Аман отырыңыздар. Біз тілекшіміз. Бауырым бақытты бол, балдан келме. Көп рахмет, барлықтарыңызға да осындай қуаныш тілеймін. Ал енді, құрметті ағайындар, баршаңызға қош келдіңіздер. Мынау бүгінгі ниетте, бүгінгі қуанышта Айнұрдың айтуы дұрыс, өзінің туғаны, өзінің жалғызы. Біз үшін бұлар бөлек, бұл менің қызым еді, Гүлнара Бауыржан мен Гүлнардың қызы. Әркім өз қыздарын жауап береді дейді. Ал енді, таман сізге де көп рахмат, мында бір алғыс айтамыз. Бүгінгі алғыс, бүгінгі қуаныш әрқашан осындай жақсылыққа жалғасын. Дегенмен де бана ұмытып кетіппіз, біздің шашуымыз бір Әрине, көздеріңізден шыққан жас тек қуаныштың көз жасы болсын. Ең болмаса көздеріңізге бірдеңе түсіп кеткен сондай болсын. Ал қуаныш құтты болсын дейміз. Есен суретке түсіп алыңыздар, сусындарыңызды алып болсаңыздар, тойымыздың батасын сұрасақ па деген ниеттеміз әрине. Бата керек, бата беретін красавчик атай керек. Батай берсін. Батай берсе осы жаңада келген құдалар берсін, құдалардан бата сұраймыз. Тегісі ақ сусындарыңызды алып алыңыздар. Батадан кейін ешкім ешқайда кетпейді. Гүлнара қыздарыңызды ұзататын боламыздар дәртағай. Алқам астына, берекет берсін басына, қауылдай жорғалап қыдырымыздың қасына. Астарым көп болсын, уайымдарым жоқ болсын, бастарың аман, бауырларың құтты болсын. Бәрекелді, ақ батаңыз қабыл болсын дейміз. Бейден болсын бір бата, мынау қазаққа кризис келді деп жатыр. Бұл сөзінде жаны бар, бірақ қазаққа какой кризис? Қорасында малы бар, дастарханда наны бар,
Nurun tökкен Алладан тоқайып дейтін хәді бар. Енді менің тілегім тойдан ғана шаршайып, қалған бізде бәрі бар ағайын. Сіз десейік, біз десейік, тойдан тойға аман есен жүздесейік. Баршаңызға мың рахмет. Сіздермен болған жаңғылық тамада аманды қолдарыңыз. Рахмет баршаңызға. Арамыздан тұрып, мынау кереметті қыздарыңызды ұзатсақ па деген ниеттеміз. Әрине мен ортаға, Аида қыздарыңыз ортаға шақырайын. Келе қойсаңыздар. Música.